Қайырлы күн. Бүгін сіздерге асқабақ қосылған пирог жасап көрсетемін. Жасалу жолы өте оңай. Менімен бірге болыңыздар. Бізге қажетті заттар: жұмыртқа 3 штук, шекер 150 грамм, тұз 2 грамм, күнбағыс майы 200 грамм, ұн 190 грамм, разрыхитель қопсытқыш 10 грамм, апельсин 1 штук қажет, оның бізге қабығы керек, грек жаңғағы 100 грамм, асқабақ 270 грамм қажет. Енді ыдысқа 3 жұмыртқаны саламыз, шекерді саламыз, миксермен жақсылап араластырамыз, біркелкі болып көпіргенше жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне сұйық майды құямыз. Мен асқабақты үккіштен өткізіп дайындап қойдым. 270 грамм асқабақты саламыз. Асқабақтың орнына сәбіз қосып істесеңіздер де болады. Дәл осы рецептпен сәбіз қосып істелетін де осы пирогтың рецебі бар. Ұнға разрыхительді қосып, араластырып саламыз. Барлық пирогқа, тортқа ұнды через ситодан, яғни електен өткізіп салсаңыздар, пирог әдемі шығады. Енді жаңғақты блендерға салып майдалап аламын. Осы майдаланған жаңғақты ұнның үстіне салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді бағанағы апельсинді үккіштен өткіземіз. Бізге тек қана қабығы қажет. Бұл апельсинді қоспасаңыздар да болады, қоссаңыздар пирогқа ерекше дәм беретін, ұмытпаңыздар. Пирогтың қамыры дайын. Енді осындай мен бір реттік қалып алдым. Осыған шет-шетіне ұнды сеуіп шығамыз. Осы қалыпқа құйғаннан кейін пирогты 140 градусқа қойып 45 минут пісіріп аламыз. Дайын болғаннан кейін оны суытып, бетіне сахарный пудра шашсаңыздар болады. Мен шашпадым. Күнделікті шайға пісіріп қойсаңыздар дәмі ерекше. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер.